Сәлем достар, сіздермен Дамир. Бүгін біз тізімдермен цикл арқылы жұмыс істейтін боламыз және list comprehension мен жұмыс жасауды үйренеміз. Олай болса бастайық. Бізге бір тізім берілсін. List 1. Оған мен әзірге ештеңе жазбай қояйын және бұл тізімді біз алайықта бірден бастап 10-ға дейінгі сандармен толтырайық. Қолмен толтырсам әрине уақыт кетеді оған, сондықтан алдыңғы сабақта өткен циклдарымызды қолданатын боламыз. Бұнда сандардың аралығы белгілі болғандықтан мен while емес for циклын бірден қолдана салайын. I дейміндағы in range бірден бастап 10-ға дейін болса 11 деп жазам. Және list 1 нүкте append ішіне не дейміз? I дейміз. Енді list 1-ді экранға шығара салайын. Print list 1 қосайық. Міне бізде тізім бар және ол бірден бастап 10-ға дейінгі сандармен толтырылды. Енді біз мына кодымызды тағы да қысқартсақ болады. Ол list comprehension деп аталады. Яғни бұл жерде біз циклды мына тізімнің ішінен бірден аша саламыз. Қараңыздар, I деймінді. I-мыз бізде for I in range бірден бастап 11-ге дейін деймін. Мынаны енді өшіре салсақ болады. Қосып көретін болсақ, дәл сондай нәтиже. Және де әлде қайда қысқа жаздық. Егер біз мына жерге басқа айнымалы беретін болсам, ол маған қате шығарып береді. N деген айнымалы жоқ. Сондықтан мына жақта қандай айнымалы тұр, сол айнымалыңыз мына жерде жазылуы керек. N болса N деп жазасың да. Міне. Енді бізде мынандай тізім берілсін. Num тізімі ішінде қандай да бір сандар бар. Бір сан өтіп кеттік. Енді осының ішінен тек қана жұп сандарды ғана экранға шығарайық. Ол үшін мен қайтадан for циклын ашып I in num деп жазам. Ол әрбір элементті осылайша тексеріп шығатын болады. Range қолданбай қойсам болады мына жерде. Енді егер I-ды 2-ге бөлгендегі қалдық 0-ге тең болса, онда I-ды экранға шығар деймін. Print I. Міне, тек қана жұп сандарды экранға шығарып берді. 6, 6, 2, 2. Тақ сандар шыққан жоқ. Енді мұнда көріп тұрсыздар. Бұл жерде 3 жолға жаздық бұл әдісімізді. Енді мұны list comprehension қолдану арқылы жасайық. Num деп тізім ашайын қайтадан. Ішіне бағанағындай жазамыз. For I in num. Егер I-мыз бізде жұп болса. Қосып көрейік. Ой, экранға шығармаппын. Print nums. Қосатын болсақ, мінеке бізде мынандай тізім шығарып берді. Мына жоғарыдағы тізімнен тек қана жұп сандарды алды да, оны экранға шығарды. Әрі қарай кеттік. Енді бізде сөйлем берілсін. Бұның ішіне мен алайында бла деп жазып қойайын. Осы әрбір әріпті алсын да тізімге жазсын. Тізімге жазу үшін бағанағындай бір тізім ашамыз. S-list деп атау бере салайын. Тең болады. I for I in S дей саламыз болды.
Енді print s листті экранға шығарамыз. Міне, әрбір әріпті алдыда жеке-жеке элемент ретінде тізімге жазып шықты. Енді бізде мынандай екі тізім бар. Осының ішінен бір жағынан плюсті, екінші жағынан минус элементін тауып алайық. Яғни, лист 1 мен лист 2-нің элементінің қосындысы 0-ге тең болса, осы элементті экранға шығарайық. Pairs деген тізім ашайын. Ішіне x пен y-ті жазамын, егер x қосылған y-қа тең болса 0-ге. Әйтпесе none деймін, ештеңе жоқ. Ары қарай. For x-ім бізде in list 1, for y in list 2. Print pairs. Қосайық. Мінеки бізде қарап тұрсаңыздар, жұптарын шығарып берді. Бірақ бұл әдісіміз өте ұзын әрі түсініксіз болды. List comprehension'ды бұндай кездер қолданудың ешбір қажет жоқ. Ол кодты көріп тұрғандарыңыздай түсініксіз әрі қиын қылдырып жіберді. List comprehension егер код қысқа болған кезде ғана қолдансаңыз өте тиімді болады. Ал мынандай ұзақ шарттар бар кездерде қолданбай-ақ қойғаныңыз дұрыс болады. Енді бұл есепті list comprehension қолданбай шығарып көрейік. Осымен мына жолды комментарийге қоя салайын оқылмауы үшін. Қайтадан pairs тізімін ашайын да, оны бос қалдыра салайын үшін. Цикл ашамыз. For x in list 1-де және for y in list 2. Егер x қосылған y-қа тең 0-ге болса, онда pairs нүкте append тағы да жақшаның ішінде x үтір y деп жазамыз. Енді осыны экранға шығарайық. Print pairs дейміз. Қосып көрейік. Мінеки, тек қана жұптарын экранға шығарып берді бізге. Бұлай жазылған нұсқасы әлде қайда оқуға оңай әрі түсінікті. Ал мынандай list comprehension арқылы ұзақ жазғаныңыз бұл түсініксіз болып қалды. Енді сізге үй тапсырмасы. Тізім ашасыз да, оның ішіне әрбір санның квадраттан жазып шығасыз. Мысалы, 1-дің квадраты, 2-ның квадраты, 3-дің квадраты солай ары қарай кете беру керек. Мысалы, қараңыздар. 1, 4, 9, 16 деп кете беру керек. Осылай 10-ға дейін. Яғни 100-ге дейін боласында. Келесі тапсырма. Сізге қандай да бір тізім берілген. Сол тізімнің барлық элементтерінің қосындысын табуыңыз керек. Мысалы, 2 қосу 4 қосу 5 деп осының барлығының сомасын табуыңыз қажет. Егер бүгінгі сабақ ұнаған болса, лайк басыңыздар, сұрақтарыңыз болса, бізге жазыңыздар. Келесі сабақта кездескенше достар.